Қайырлы күн, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға аймақтық геология және геотектоника пәні бойынша видеолекция ұсынылады. Видеолекцияның тақырыбы жер қыртысы эволюциясының геотектоникалық циклдары. Мен Папабаева Нигметова, геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау кафедрасының аға оқытушысымын. Дәріс жоспары бойынша бүгінгі өтетін тақырып бойынша осындай мазмұны: жер қыртысының химиялық құрамы, жер қыртысының құрылымы, литосфералық плиталар тектоникасының негізгі ережелері, плиталардың шекаралары, субдукция процестері, мантия және ыстық нүктелер. Біз сіздермен жалпы осы жер қыртысының құрылымдарымен танысқан болатынбыз. Осы процестер қалай жер қыртысында өтеді және қандай жағдайда өтеді туралы бүгін қарастыратын боламыз. Жер қыртысының құрылысын және жер шарының неғұрлым терең бөліктерін танып білудің негізгі әдістері ол геофизикалық әдістер және бірінші кезекте сейсмикалық әдістер болып табылады. Сейсмикалық зерттеулер нәтижесінде жер қойнауында жер қыртысын, мантиясын және жер ядросын бөлуге мүмкіндік беретін бөлімнің екі негізгі беті бар екендігі анықталды. Астеносфера, литосфера және галицин қабатымен бірге тектоносфераны құрайды. Тектоникалық және магмалық процестердің пайда болуының негізгі бөлігі. Оны жердің геологиялық қабаты деп атауға болады. Жер қыртысы осы суретте көрсетілген, оның екі типі болады: континентальдық және мұхиттық. Жер қыртысын өзгеретін күші мен тұрақсыз құрылымы бар. Қабығының орташа қуаты 8 километр. Мұхиттарда 5-15 километр болса, континенттерде 20-70 километр. Бұна көрсетілген ол құрылысының құрамында кремний мен алюминий көп және мұхит қыртысында магний мен темір көп. Бұна айтып көрсеткен галицин шекарасы ол континенттік қыртыс пен астеносфераның арасындағы шекара. Мына жерде мұхиттық қыртыс пен астеносфера шекарасы. Мұхиттық қыртыста 12 километр шамасында, ал континенттік қыртыста 40 километр шамасында орналасқан. Плиталардың шекарасы үш түрге бөлінеді: дивергентті, конвергентті және трансформды болып. Дивергенттік шекараның бойымен мұхит литосферасы өтеді, ол шекарадан тарайды. Конвергенттік шекарада екі қосылатын плитаның бірі астеносфераға батырылады, оны біз субдукция деп атаймыз. Трансформдық шекараның бойымен екі литосфералық плиталар көлденең жылжи отырып бір-біріне қатысты қозғалады, сондықтан литосфера мұнда құрылмайды не жоғалмайды. Жер бетінде плиталардың шекаралары сынықтармен немесе сыну жүйелерімен, сондай-ақ жер сілкінісі эпицентрлік желілік тізбектермен белгіленеді. Ажыратылған жарылымдардың тән жүйелеріне не жатады: дивергенттік шекара бойындағы рифте, көптеген конвергенттік шекаралар бойындағы қондырмалар, трансформдық шекаралар бойындағы жылжулар. Тақталардың шекаралардың орналасу уақыт пен кеңістікте өзгереді. Плиталар сияқты олар тұрақты қозғалыста болады. Конвергентті шекаралар: осы шекараларда плиталар бір-біріне қарама-қарсы қозғалады. Бұл ретте бір плита екіншісіне батырылады. Бұл механизмді біз субдукция деп атаймыз. Әдетте плиталардың конвергенттік шекаралары рельефте күшті төмендеулермен көрінеді және терең сулы науалар түрінде байқалады. Кейбір науалар депрессия жас шөгінділермен толтырылған. Мұхит науасы тік масштабты 5 есе ұлғайтылған. Субдукция процесс арқылы мұхиттық қыртыс континенттік қыртыстың астына енген кезде осындай құрылымдар пайда болады. Мына жерде терең ойыс пайда болады. Оның үшін жаңағы шөгінді жыныстар жинақталады. Астеносфера батырылған блоктың үстінен магма резервуарлары әдетте андезит құрамды қалыптастырады. Магма жыныстардың қалыңдығына енгізіліп, жер бетіне құйылады.
Егер үстіңгі жатқан қыртыс мұхиттық болса, магмалық белсенділік вулкандық аралдық доғалар. Немесе континенттік қыртыс болса, андезиттік вулканизм бар таулы аймақтардың қалыптасуына келеді. Мысалы, мына жерде тағы да субдукция процесі көрсетілген. Мына жерде ойыс пайда болғанымен шөгінді тау жыныстардың жинақталуына келеді. Алдыңғы континент алдыңғы бассейн деп саналады. Бұл жерде субдукция процесі кезінде магмалық көтерілім болады да, мына жерде вулкан қалыптасады. Вулкандық доғалар мен тау жоталары аралас терең су науаларына параллель созылып жатады. Тынық мұхиттың батысында аралдық доғалар мен науалар көрсетілген. Терең су науасы, мына жерлер, аралдық доғалар және алдыңғы доғаның жотасы. Арал доғасының жүйесі тік масштаб 5 есе ұлғайтылған. Ол жаңағы қалған доға арқылы доға аралық бассейндер, оның ішінде спейдинг орталығы орналасқан, вулкандық доға, фронтальдық доға. Плиталардың конвергенттік шекаралары сейсмикалық белсенді болады. Жер сілкінісінің гипоорталықтары батырылатын блокта шоғырланған және олардың кейбірі 700 км тереңдікке дейін жетеді. Батырылатын аймақтағы оқшауланған аймағының гипоцентр учаскелері Заварийский, Гнев, Наталья деп аталады. Мына жердегі субдукция кезінде батырылған аймақ осы гипоцентр. Вулкандық доғалар кенттік кен орындарымен белгілі, науажы мен сыртқы вулкандық тізбегінің арасында орналасқан аймақ көмірсутектердің шоғырлауына қолайлы жағдай жасайтын шөгінді бассейндер болып табылады. Субдукция аймағы жағынан басқа континенттің жақындауы континенттердің коллизияны соқтығысуына келеді. Бұл ретте мұхиттық литосфера континентальды беткейлерден ішінара соғылады. Бұл процесті абдукция деп атайды. Соқтығысқан континенттің шекарасында қатпарлас құрылыс коллизиялық араген пайда болады. Өйткені тығыздығы төмен болғандықтан континентальды литосфера субдукция процесіне қатыса алмайды. Соқтығысу нәтижесінде плитаның конвергенциясы тоқтатылуы тиіс, себебі континент жеңіл бола тұра астеносфераға батыра алмайды. Ежелгі конвергентті шекаралар жоғарғы қысымды және төмен температураға метаморфизм аймақтары шөгінділер толтырылған ежелгі науалардың жағдайын таңбалайды. Субдукция процесінде шөгінділер үлкен тереңдікке еніп, кейіннен изостатикалық компенсация арқасында көтеріледі. Тақталардың ежелгі конвергенттік шекарасын континенттерде анықтауға болады. Тақталардың конвергенттік шекаралары аймақтарында қарқынды деформациялар мен сейсмикалық белсенділік, магматизм, метаморфизм және кен шоғырларын қалыптасуына шоғырланған. Сондай-ақ кейіннен қарқынды эрозиямен және көмірсутектердің шоғырлауына қолайлы болатын мол шөгінді жинаумен салыстырмалы түрде күрделенеді. Мұхиттық литосферный заттары нему мұхиттық рифтерде қалыптасады. Олардың жалпы ұзындығы бүкіл жер бетінде шамамен 70 000 километрді құрайды. Рифтер әдетте мұхит түбіндегі алып жоталардың шынында орналасады. Олардың кейбірлері шамамен құрлықтардың ортасында орналасқан, мысалы орта Атлант жотасы. Қалғандары құрлықтардың біріне жақын орналасқан. Шығыс-Тынық мұхиттың көтерілуінде мұхит түбінің қарқынды өсуі кезінде орташа жарылыс болмайды. Жотаның мұхит түбінен ауысуы әдетте 100-ден 3000 метрге дейін өзгереді, өзіне тән ені 1000 километрге жуық болады. Жаңағы жоғарыда көрсетілген шығыс-тынық мұхиты көтерілісі, ал астыңғы жағында Атлантикалық типтегі көтеріліс. Жаңағы орта мұхиттық жоталар көрсетілген. Және сіздер осы жағдайда қандай кен орындары пайда болуы мүмкіндігін көре аласыздар. Қандай сульфидтер қалыптасады, қандай сульфидті кен орындар. Темір, цинк және мыс сульфидтері.
мына жерде темір марганец конкрециялары. Дивергентті тақталар шекарасын құрайтын мұхит рифтері сейсмикалық және тектоникалық белсенділігімен ерекшеленеді. Олардан жоғары жылу ағыны орташа деңгейден жоғары болып табылады. Жылудың көп бөлігі айналмалы гидротермалды ерітінділеріне сілтісіздендіру және металдардың сульфидтерін қайталаумен шығады. Мұхит түбін мекендейтін су асты аппараттарынан зерттеу белсенді вулканизм куәлігін тапты. Спрединг жылдамдығын жылына 1 сантиметрден 5 сантиметрге дейін аралықта өзгереді. Тақталардың қалыңдығы дивергенттік шекараға жақын, бірақ одан алшақ болған сайын соғұрлым тақта суып қалыңдайды. Біз айтып кеткендей, жаңағы спрединг жағдайында астеносферадан көтерілген базальттар мұхит түбін жаңартады. Осы соңғы мәліметтер бойынша мына жердегі мұхит түбінің ең көне тау жыныстары юра болып саналады. Ал ең жасы олигоцен тау жыныстары. Сондықтан мына спрединг зонасыдан алшақтаған сайын тау жыныстар қалыңдай түседі, олардың жасы үлкейе береді. Мұхит түбінің әрбір қайта түзілетін фрагменті геомагниттік өріске сәйкес келетін бағыт бойынша магниттілікке ие болады. Мұхиттың түбін шектейтін магниттелген жыныстар спрединг осінен симметриялы түрде алыстайды. Трансформды шекаралар ешқандай дивергенттік шекараға тегіс және үздіксіз болмайды. Олардың барлығы көп жерлерде трансформ сынықтар бойымен жылжиды. Олар көршілес плиталарына салыстырмалы қозғалу бағытына параллель дәлдікте жайылады. Мен мысалы мынау спрединг соқ шекаралар болса, мына жерде параллель оған жүріп жатқан трансформдық шекаралар болып саналады. Мантиялы плюмдар және ыстық нүктелер. Мантиялы плюмдар терең қабаттарынан көтерілетін қыздырылған заттың салыстырмалы тар бағаналары болып табылады. Плюмдер ең алдымен 700 км кем емес тереңдікте пайда болады. Кейбір бағалар бойынша олардың диаметрі 100-ден 240 км-ге дейін, ал көтеру жылдамдығы 2 метр жылына болады. Плюмдер диаметрі 1000 км-ге дейін күмбезді тудырады, олардың орталық учаскелер қоршаған жерден 1-2 км жоғары болып табылады. Ыстық нүктелер қазіргі уақытта немесе өткен уақытта ерекше жоғары вулкандық белсенділігі бар жер бетінің учаскелері. Кейбір геологтар синоним ретінде ыстық нүкте және плюм терминдерін пайдалана береді. Ыстық нүктенің болуы вулкандық белсенділікті бақылаудан тікелей орнатылады. Ал плюмдердің болуы туралы қорытынды интерпретация нәтижесі және оларды тікелей бақылау мүмкін емес болып саналады. Плюмдер тақталардың ішінде, тақталар арасында дивергенттік шекараларда да кездесе береді. Мұхиттағы ішкі орналасу үлгісі Гавайи араларының астындағы плюм болып табылады. Бұл типтегі плюм ішкі ыстық нүктені немесе Гавайи типті ыстық нүктені тудырады. Тақталардың дивергенттік шекарасында орналасқан плюмнің мысалы Исландиядағы плюм. Мұндай түрдегі плюмдер орта мұхиттық ыстық нүктелерді немесе исландық типтегі ыстық нүктелерді тудырады. Сіздерде сұрақ туы мүмкін, неге плюмдер көтеріледі? Плюмдер мантияның терең қабаттарынан көтеріледі, өйткені олардың заты қоршаған жыныстардан жеңіл. Ал бұл жыныстардың тұтқырлығы мантиядан ағыс режимі мүмкін болатындай аз. Олар пластикалық қатты дене ретінде жүреді және түс диапері ұқсас көтеріледі. Сейсмикалық жота вулкандық аралдың, гайоттардың немесе су асты көтерілімдерінің тік сызықтық тізбегі. Плюмнің үстінде тақталар қозғалысы кезінде асейсмикалық жоталар пайда болады. Плитаның ішінде орналасқан плюм одан сейсмикалық жотаның шығуына себеп болады. Мысалы ретінде жер асты тауының Гавайлық императорлық тізбегі келтірілген. Сейсмикалық жоталар. Плюм затындағы қысымның төмендеуі ондаған балқыманың жоғарылауына алып келеді. Бұл одан әрі плюмнің көтерілуіне ықпал етеді. Сонымен қатар ыстық нүктелердегі вулкандық белсенділіктің жоғарылауымен түсіндіріледі. Бұл плюм затын саралау механизміне негізделген.
жеңіл балқылаған фаза қатты қалдықтан бөлінеді. Орта мұхиттық жотаның астында орналасқан плюм одан шығатын 2 немесе 3 сейсмикалық жотаны тудырады. Мұндай жағдайдың жақсы мысалы Исландия болып саналады. Одан Гренландияға қарай солтүстік батыс жатындары, кейін сейсмикалық жотасы және екіншісі Шотландия аралдарына қарай оңтүстік батысқа жатындары, кейін сейсмикалық жотасы кетеді. Оған қоса 3 орта мұхиттық жоталарды біріктіруге негізделген одан шығатын 3 сейсмикалық жоталардың бастаушысы болуы мүмкін. Бірінші және екінші ретті плюмдер. Атлант, Үнді және солтүстік мұзды мұхиттарда, Мексика шығанағында және Кариб теңізде континентальды шеттерінің созылуына зерттеу, олардың орташа бағытының өзгеруін күшті және әлсіз деп бөлуге олардың көрсетті. Бірінші ретті плюмдер арасындағы қашықтық 450-ден 2200 километрге дейін ауытқиды және орташа есеппен 1700 километр. Көбісі бірінші реттегі плюмдер өз дамуының бастапқы кезінде плюм пайда болған жерде континенттік шетін кесіп өтетін аллокогендермен байланысты болады. Алайда олар бірінші ретті плюмдердің сейсмикалық жоталарына қарағанда аз дамыған. Олармен байланысты кішігірім аллокогендер континентальды шеттегі жағалаудағы жазықты шөгінділердің астына көмілуі мүмкін. Екі континенттің бөліну басталғанда, олардың арасында орта мұхиттық жоталар құрылықтық шеттерге параллель болады. Демек, жоталар шеттегілер сияқты бір-бірімен 61 және 29 бұрыштармен қиылысады. Алайда континенттердің алшақтығы процесінде жоталардың жекелеген сегменттері өз бағдарын өзгертеді және жоталардың созылуына қалыпты трансформаторлық сызықтар сериясымен ығысады. Мына жерде жақсы көрсетілген. Мына жерде океан мұхиттық жоталар болса, мына жерде трансформдық жаңағы аралдар. Бірінші ретті плюмдардың пайда болуы ең танымал гипотезалар, ол біріншісі мантиядағы радиоактивті элементтердің концентрациясына байланысты, тез қыздыру, екінші үлкен метеориттің соққысы, және үшіншісі бұрын пайда болған плюмнің орнына мантия заттарын жоғары ағын қайта жандыруы, активизация ретінде. Жылу генерациялайтын радиоактивті элементтердің шоғырлануы, бұл гипотеза мантияда жылуды тудыратын радиоактивті элементтердің уран, торий, калий сияқты шоғырлануына байланысты түзілетін жылудың көп немесе аз нүктелері бар екендігін болжайды. Алайда мұндай концентрация механизмін елестету өте қиын, әсіресе мантия осы элементтермен азайған. Метеорит соққылары. Жер қойнауының қатты қыздырылған заты әрдайым көтерілу үрдісі бар болып табылады, алайда салыстырмалы қуат сәл-пәстерге кедергі келтіреді. Жер тұрақсыз жағдайда болады, конвекция басталу үшін кейбір түсіру механизмі әрекеті жеткілікті болып табылады. Мұндай механизмнің рөлі метеориттің құлауына алып келуі мүмкін. Бұрын болған артықшылықтарды белсендіру. Мантиялық плюм бұрын болған плюм орнына пайда болуы мүмкін дейді. Екінші ретті плюмдердің пайда болуы орта мұхиттық жоталардың қалыптасуы өңірлік ұзындықтағы жарықшақтардың қазығы жүйелерімен бақыланады. Плюмдер диагностикалық белгілері. Плюмдер заманауи немесе қазіргі вулкандық аудандардың астында немесе оларға жақын орналасады. Тікелей плюмнің үстінде пайда болған вулкандық жыныстар әдетте төлейтті базальттар болып саналады. Плюмдар 1, 2 немесе 3 сейсмикалық жоталардың аяқталуында орналасады. Орта мұхиттық жоталардың астындағы плюмдер әдетте жотаның өз бағытын айтарлықтай өзгертетін жерлерге ұштастырылған. Орта мұхиттық жоталардың плюмдары бір-бірін қайталайтын қарама-қарсы құрылтық шеттердің арасында орналасады. Аллокогендер пайда болған кезде плюмдермен қиылысады. Сондықтан да плюм аллокоген мен континентальды шеттің қиылысында жанында орналасқан жотаның астында болуы мүмкін. Плюмдер астында орналасқан учаскелерде орта мұхиттық жоталар әдетте кең және жоғары болады. Сейсмикалық жоталар жанартауының жасы плюммен алып тасталуына қарай біртіндеп артады. Плюмдер жиі орта мұхиттық жотасы ірі трансформаторлық сызықтармен ығысатын аудандарға жақын орналасқан. Плюмдардың үстінде жиі үлкен гравитациялық максимумдар тіркелді. Геометриялық градиенттер басқа облыстарға қарағанда артықшылығы жоғары болып табылады.
250 миллион жыл бұрын Пангеяның жарылу уақытынан бастап барлығы 43 плюм белсенді болды. Және бірінші реттегі 32 плюм Пангеяның жарылуына байланысты болды деп саналады. Суретте Пангеяның болған біріккен континент плюмдердің арқасында ол жарылып бірнеше континентке бөлінгені айтылады. Қазіргі уақытта бұл плюмдер бөлініп кеткен құрлықтар арасындағы белсенді немесе пассивті орта мұхиттық жоталардың астында кездеседі. Бірінші ретті плюмдердің заманауи таралуы: белсенді плюм, біріншісі пассивті плюмдер. Мына жерде белсенді плюмдер жақсы көрсетілген, олардың көбісі әлі активті түрде болып тұр. Плюм іздері, плюмның пайда болу орны, олар қай жерде пайда болды, және мына жерде мысалы плюм мына жерде пайда болды, оның ізі мына жерге дейін келді. Плитан конвергенттік шекаралары, субдукция, коллизия шекаралар, орта мұхиттық жоталар. Қызылмен белгіленген. Плюмдердің жасы ең ежелгі плюмдер жер құрылған уақытта немесе бірден кейін пайда болуы мүмкін. Плюмдер метеорит соққысымен пайда болуы мүмкін, ал осы кезең үшін өте ірі метеориттердің көптеген құлауы тән болып саналады. Плюмдердің пайда болуы 3,5 миллиард жыл бұрын, 3,1, 2,75 миллиард жыл бұрын және 0,675 миллиард жыл бұрын болған континенттік рифтердің пайда болу кезеңдерімен байланыстыруға болады. Осымен біздің лекция аяқталды. Сіздерге тапсырма ретінде жаңағы жазылған және салынған барлық суреттерді дәптерге түрлі түсті қарындашпен салып, өздерін тапсырма ретінде жаңағы литосфералық тақталардың қозғалысын зерттеп, бүгінгі дәрісте айтылмаған нәрселерді, жаңағы мантиялық плюмдар, ыстық нүктелер туралы мәліметтер іздеп, дәптерлеріне жазып, универ платформасы арқылы маған жіберуіңізді сұраймын. Сау болыңыздар.